Сыларды өттік қой, сыларды. Үштен өттік қой. Тәге келді, ге? Тоға келді, ге? Жуан то, я? То. Жуан то. То. Тә. То. Ти. Ту. Жуан то. Біз жуан әріптер қандай әріп өттік? Жуан осыған дейін тағы? То. Хо. Қандай жуан әріп өттік деймін? Хо дегенде жуан әріп өтпедік пе? Хо емес. Қо. Қо. Таңдаймен. Қо. 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 Таңдаймен, я? Шатастырмаңыз. Енді бізде қандай т бар бізде тағы да? Оған дейін қандай т өттік? Иә, бір т өттік қой. Ол қандай? Екі нүктесі бар. Қай жерінде? Ортасының жоғарысында екі нүктесі бар. Сызықтың үстінде деп айтамыз, е? Сызықтың үстінде астында и болады, үстінде болса т болады, е? Иә. Енді біз жуан тыны өтіп жатырмыз. Формасы мүлдем басқа. Ұзын, е? Бірақ мына жердегі формасы бізде сот деген әріп бар міне мынандай. Сот. Сол екеуі ұқсайды мына жердегі. Бірақ тоның мынандай ұзын таяқшасы бар. Жуан сыға ұқсайды, е? Сондай ма? Алғашқы несі, формасы мына жер ғана. Бірақ таяқшасымен, е? Тон оқимыз, оқыңыз. То. То, ты. Ты болады ма? Ты, ту. Ту. Т бізде сүкунмен келген кезде Б әрпі, Қ әрпі секілді артынан кішкене дыбыс береді. Яғни шатты, Ы секілді дыбыс береді. Қоф әрпін мысалы оқығанда әққа деп оқыдық қой, әббі деп оқимыз ғой, сол секілді Т да дәл солай. Шатты, сүкунмен келген кезде ғана Ы деген дыбыс береміз, е? Мына жерде толь болып оқылады. Мынау қайсы әріп еді? Екі нүкте астында жаңа айттым ғой. Болды. Тот болып оқыла ма? Астында деймін, нүкте үстінде емес. Астында сама, е? Екі нүкте астында. Қо екен ғой, е? Қо. Үстінде ғой екі нүкте. Астында деймін. Өз бірақ әріп бар ғой, екі нүкте астында. И әріп, е? И ғой, бірақ содан басқа өзіне жоқ. Жанына келгенде, астына келгенде не ғой? Той. Шот. Ш жіңішке. Шат. Шатты. Ыммен айтамыз. Шатты. Батты бұл оқыламыз сонда? Қатты ондай бір тын ұстамаймыз. Бәтті, бірден. Бәтті. Бәтті. Бә жіңішке. Бәтті. Мынау домалақ, үстіне екі нүкте. Басы домалақ. Жуан әріп. Таңдаймен. Таңдаймен. Қотты, таңдай. Қалай? Таңдаймен деймін, таңдайға тиіп. Таңдаймен. Қотты. Мынау на әріп еді? Қандай? Мынау бір несі бар? Домалақ, басы домалақ.
Өзі екі әріп бар, басы домалақ нүктелері бар. Біреу қо, екіншісі соның жанында бірге өткен. С екен ғой, С, иә? С емес. Қалай деп қоямын? Не болып кетті? Басы домалақ бір нүкте үстінде. Басы домалақ бір нүкте. Міне мына жерде жазылып тұр, міне мына жерде тұр, міне. Қандай әріп бұл? Қайсы әріп еді? Мынаны көріп тұрсыз ба, мынаны, міне формасын. Алло. Қандай мынау? Мүлдем Шамай. шыда емес. Мынау қандай бізде? Мынау ма? Ф әріп екен ғой, Ф. Мынау Ф, мынау ше. Бір нүктесі бар, Ф ма? Міне бір нүктесі бар, Ф. Бір нүктесі болса. Ал Мынау Ф әріп екен ғой, Мынау? Ф әріп екен ғой. мынау ше, мынау. Мынау Қ әріпі, Қ. Міне мынау көрсетіп тұрған, мен нүктесіз көрсетіп тұрмын ғой сізге, көріп тұрсыз? Иә. Қ әріп емес па? Қ. Қ әрпі міне дедік қой жаңа, міне екі нүктесімен. Бір нүктесімен Бір нүктесімен жаңа қандай дедік? Чөті бас жайында емес па? Ұмытып қалып отырып па? Жаңа ғана айтып жатырмыз ғой, міне жаңа айтып жатырмыз ғой, міне. Мынаны айтқан кезде, мынаны көрсеткен кезде айттыңыз ғой. Қ деп, Қ. Екі нүктесі бар. Екі нүктесі бар, қо. Бір нүктесі бар, қандай дедіңіз? Ш. Жоқ ғой, мынаны көрсеткен кезде айттыңыз ғой жаңа, міне мына мышканы көріп тұрсыз С ма? С ма? Мышканы көрсеттік. Ш ма? Қазір алфавитті ашыңыз мен. Ашпаңыз алфавитті. Ашпаңыз алфавитті деймін. Үйітті жаттай алмай жатырып қой, мына уақыттың несін. Алфавитті ашпаңыз. Мынау қандай әріп? Мен көрсетіп тұрған. Бір-біріне. Мынау ма? Мен ұмытып қалдым о әріпті бар ғой шын. Мынау әріпті мүлдем ұмытып қалдыңыз ба? Иә. Мынау қандай дыбыс береді? У екен ғой. Мынау қандай? У. У дегені, вау, иә? У. Мынау бізде қандай болды? Мынау ма? Екі нүктесі бар. Екі нүкте. Жуан әріп. Х, иә? Қырылдамайды, таңдаймен. Қо. Енді қоның алфавиттегі аталуы қандай? Алфавиттегі? Ата қалай аталады бұл? Хот боп па? Хот. Т емес. Қоф. Қоф па? Қоф. Енді қофтан екі әріп шығады. Біріншісі Қ, екі нүкте болса, бір нүктесі болса Ф болады. Мынаны Ф. басы домалақ, міне жерде де бар. Басы домалақ. Бір нүкте, міне, мынандай. Бір нүктесі болмаса У болады, нүктесі болса. Бір нүкте болса Ф, басы домалақ. Екі нүкте Қо болады. Екі нүкте болса Қо. Сонда үш әріп бірге ұқсайды. У, вау, Қоф, Фә. Оқимыз. Фә, Қо, Қотты. Қотты. Келесі. Уә болады ғой, Уәттәну. Жуан. Уәттону. Нау. Төләбу. Нау. Жуан. Торы болады. Торы.
Mına toro fa. Toro fu. Toro fu. No. Mına qayser bedi? Toro ha mı? Ha degenler bi. To. He bo'lib chiqadi. Ha degeni. To. To. Tohru. Tohru. Ti bo'ladi buni. Tıy. Tif bo'ladi buni. Tiflu. Mana u, ma ekan. Matoru. No. Ma emas. Ekan qo'yam Juvonsi, ya. Sa. Qo'samiz. Istobara. Ro. Hem anlaşsın. Kız. Allah. Ya buna balan alırsın. Al. Koydum ben. Andaş Bal alıyor bazar diye olsun aytqanda. Al şu. Alo? Aytaveramiz. Ya. Bal alıyor bazar bo'lib o'tirdi bizde. Biz yalastiraveramiz. Allah bergen 6 bala var bolsalar men ulap o'tiramiz. Allah berekesin versin. Renjimеңiz azg'intay. Просто is. Mına iki qo'shilib o'qiladi. Istobera. Durust bo'ldimi? No, Istobero. Bilesen. Kelesi Iastobiru. Bilesen. Сахаусы, обычный мына, обычный. Нүктесі бар, сахаусының 3 нүктесі бар. 3 нүктесі бар, ya. Жіңішке. Жоқ, жіңішке әріп деймін. Той емес. Жіңішкесі тының. Та, оясын. Қосамыз. Ya, istaf. Той емес. Ой, исту. Тының үстінде. Истау. Тона. Қосамыз. Естау. Қосам. Тину. Енді жуан т мен жіңішке т-ның айырмашылығын оқимыз. Астынан ба? Мына не? Оқыңыз. Торо. Жіңішке. Мына жіңішке екен ғой, Таро. Мына қайсар бет. Тағы ұмытып қалдым ғой мен. Аның жанына мынандай бір домалақ қоссақ, қазақша әріп шығады. Бұл қа, Домалақ деймін, домалақ.
Домалақ қоссаңыз қазақша әріп шығады. F ekan ғой, F. Ойбай. F. Ро, фу. Ро. Мынау жуан. Мгм. Оқыңыз. Ро, фу. Мгм. Мынау му, Муста. Екі бар ма мына жерде? Екі тұр, иә. Екі бар, Бірі мүмкін үстінде, бірі астында сызықшасы. Басын оқиын ба? Мус та ти ру. Мынау. Мустатиру. Мынау ти, мынау ты. Ты болып оқылады сонда. Тиру. Кетті. Сәббі. Әмен айтамыз, иә? Сәббі. Мынау екі нүктесі бар. Қу. Ол домалақ екі нүктесі бар. Мынау жай сызықты ғой. Бұл қайсы? Басы домалақ болса қо. Ал мынау жай сызық. Міне оқып шыққаннан бері мына жерін бәрін оқып келдіңіз ғой міне. Мына әріп екен ғой. Мына әріп екен, что-то шаршап. Ны емес, міне оқып келатсыз ғой. Сәббіту. Сәббіту. Мұны бәтті деп оқылады. Жоқ, бұл бәт. Бұл олай оқымайды. Жай ғана бәт болады. Мынау жуан әрпі сондай бәтті. Бәтті олы. Жуаны ғана солай оқылады. Шыңышке сандай оқымайды. Мынаны оқыңыз. Мынаны? Үш нүктесі бар. Сақау С еді. Бәрін ұмытып отырып қойдым ау жұма. Мынау қандай әріп еді? Астында. Си болып қалды. Нә болып қалды. Нә. Қайсы әріп өсі? Оқыңыз ма? Мынаны ма? Қайсысын оқиын? Сіз стрелка қойғанды ма? Иә. Мына екінші әрпі просто е? Екінші әріп қандай? Екінші әрпі ұмыттық уже. Қымы. Қарп, е? Қым емес. Деген, деген. Тамақтан шығатын. Тамақтан емес, төмен жағынан, жеңіл шығады. Мынау фахму. Мынау қайсы әріп еді? Мына әріп, е? Жоқ, шатасып кетіп жатырмын да мен. Қандай әріп? Ны деп атсы ғой, енді оқысаңызшы. Мынау ны ғой, е? Мынау ны екіншісі у екен ғой. Нау. Фәлу. Мынау яф.
Yaftatinu. Bir kun vaqt bo'lib bärini bir qaytlab o'rgatgan. Жақсылап. Bir gün емес, просто күнде аз уақыттан бөлсеңіз дұрыс болатын еді ең аз. Мына екеуін ба? Фи екен ғана. Екі нүкте үстінде. Хи ма? Хи. Таңдаймен. Таңдаймен деймін, таңдай. Хи. Қи. Таңдай. Таңдайға. Қи. Хи. Қи. Қи. Таңдайға айтсаңызшы. Қи. 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 Не әрпі omna ба? Басы домалақ. Басы домалақ. Ф екен ғой, Ф. Қи. Қиф. 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 Енді дұрыс айтып отыр едім, Қиф. Қырлатпаңыз, таңдайға тигізіңіз. Қиф. Ин болады. Н-ны көрдіңіз ба, қандай? Сызықша жай ғана, иә? Ал Ф қандай? Домалақ. Нүктелері біреу болғанмен формасы екі түрлі. Инқа. Жуан. Инқо. Лабу. Лаба. Инқолаба. Шин. Екі әріп бар. Bir әріп бар Ф, иә? Екі әріп бар С, иә? Таңдаймен. Қ. Мынау сақаусы ғой. Ш екен ғой. Астында үшеу болса, мынандай Ш болады. Ших. Шах. Таңдайға шаққа. Шаққа. Таңдайға шаққа. Машриқу. қу. Машриқу. Син. Мынау обычный С, иә? Сафару. Саққа. Сақару. Саққору. Фаросу. Сақаусы ғана. Синью. Соф. Саф. Мынау жуан, иә, мынау Сорофа. Янсуру. Мынаны оқиын ба?
Сойфу. Таянде тофлу, тифлу, фанат. Мына фанхот. Аспаңыз. Фанқо. Н қайдан, н? Н екен ғой. Қайдан н? Қайсы н? Мына бірінші тұрған не ма? Н деген жоқ қой мүлдем. Фақот. Фақотта. Фақотта. Бірәр баламыз ба? Бірәр баласы ба? Кешегілерді қайталаншы бәрін бір жақсылап. Қайталап, күніге міндетті түрде 1 сағат полный уақытыңыздың барлығын таңертеңнен кешке дейін арнау қажет емес. Просто таңертең тұрғанда 5-10 минут бір уақыт бөліңізді оқып шығыңыз кішкене 10-15 минут. Сөйтіңізді жұмысыңызды істей беріңіз. Қо нелерді бір-бірімен шатастырып атайын.